Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Асыл, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік болып шығатын кәдімгі дүкендегі баунти шоколадына ұқсайтын баунти пирогымен бөліспекшімін. Пирогқа керек ингредиенттерді описание бөліміне жазып кетемін. Осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ал пирогымызды бисмилля деп бастайық. Ол үшін 2 жұмыртқаға қантымызды салып, аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Осылай көтерілгеннен кейін жұмсақ сары майымызды қосып, тағы да бір жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Бізде ұн, какао, қопсытқыш, суны 3-ке бөліп, сұйық массаға құйып, жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай сұйық масса шығады. Ұн формамызға құямыз. Менде 20 диаметрлік форма, сіздер қаласаңыздар 22-24-ке де құйсаңыздар болады. Осылай астына пергамент жайып алдым. Және 180 градусқа 35 минутқа пешімізге саламыз. Ол пеште пісіп жатқанша біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін қайнап жатырған сүтке манная крупаны аз-аздан салып, осылай тоқтамай араластырып тұрамыз. Одан кейін сүтті қатты сыда деген кезде үстіне қантты бірден салып, астын жайлатамыз. Бұл қазір сұйық болып тұр. Суыған сайын қоюланады. Осылай көпір шыға бастаған кезде сары майымызды саламыз. Сары май толықтай еріген кезде кокос жаңқасын үстіне салып, отты өшіріп, суығанша күтеміз. Бұл қазір сұйық сияқты болып тұр ғой, достар. Бұл қазір тұрған кезде қоюланады. Міне осылай әп-әдемі болып шығады. Формадан толықтай суығаннан кейін ғана барып шешіңіздер. Мен осындай формада жинадым. Сіздерде форма болмаса, бағанағы пирогты пісірген формаға қайтадан салсаңыздар болады. Үстіне осылай начинкасын салдым. Міне қою болып тұр кәдімгідей. Бір келкі етіп жаямыз да. Үстіне шоколадты ганаш құямыз. Ол үшін сары маймен шоколадты ерітеміз. Сөйтіп осылай бетіне бір келкі етіп жайып шығып, холодильникке кемінде 1 сағатқа қоямыз. Міне достар, осындай болып әп-әдемі болып піседі. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Әлі де қарапайым рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.